Қайырлы күн баршаңызға. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Видеомыз басталмастан бұрын арнаға тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Тәубе техникасы. Басымызға түскен қиыншылық пен сәтсіздіктің себебін тек материалдық тұрғыдан іздеу қателік. Рас, Алла тағаланың жаратқан материалдық себеп салдары мен түрлі заңдылығы бар. Оларды қолымыздан келгенше орындауға міндеттіміз. Бірақ көп жағдайда адамдар өздері тап болған проблемалар мен қиыншылықтардың рухани астарына үңілмейді. Перденің арғы жағындағы сырларға мән бермейді. Алла тағала өзінен алшақтаған құлдарын өзіне қарату, жалбарынтып, тәубе ету үшін әртүрлі кедергі жібереді. Рум сүресінің 41 аятында адамдардың өз қолымен істеген жамандықтары мен күнәларының кесірінен теңізде де, құрлықта да бөліншілік орын алып, ондағы жүйе мен тәртіптің астан кестеңіне шықты. Сол арқылы Алла оларға бәлкім райларынан қайтар деп, өз қолдарымен істеген кесірлі істерінің зардабын тартқызуда делінген. Алла адамды қиыншылықпен сынайды. Өйткені өмір ешбір қиыншылықсыз, біз қалағандай керемет болса, Құдайды естен шығарып жаламыз. Жалпы адам табиғаты солай. Қазақтың ауырып, балдырыстамағанның Құдайымен ісі жоқ деуі осыдан шыққан. Сондықтан әрдайым маған бұл қиыншылық не үшін келді? Қай жерде қателесіп мүлт кеттім? Кімді ренжіттім? Кімнің ақысын жедім? Алланың маған жүктеген міндеттерін толықтай атқарып жүрмін бе? Бұл қиыншылықтар арқылы Алла менен нені қалайды? Деген сияқты сұрақтарды өзімізге қоя білуіміз керек. Жан дүниемізбен сырласып, ішкі әлемімізге үңілуіміз қажет. Бірақ жоғарыдағы сұрақтар арқылы одан әрі үмітсіздікке түсіп, күйзелуден сақ болған жөн. Құранда Рағд сүресінің 10 аятында өздерін өзгертпейінше Алла тағала сендер тап болған жағдайды өзгертпейді делінген. Демек, қатеңді түзетіп шынайы тәубеге келу қажет. Кез келген қиыншылық, Алла жіберген сынақ, басқа түскен әртүрлі қайғылы жағдайға сабыр еткенде күнәларымыздан арылып, ақыретте мол сауапқа кенелетініміз ақиқат. Бұл жайлы Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Алла тағала түрлі ауру сырқау, қиыншылық, уайым қайғы, тіпті аяққа қадалған тікенек арқылы да мұсылман құлдарының күнәларын кешіреді деген. Адам баласы өмірде душар болатын түрлі ауырлық өзі жасаған қателіктер мен күнәларының нәтижесі екенін түсінуі керек. Бұл жайлы Құранда естерінде болсын. Бастарына келген қандай да бір қиыншылық өз қолдарымен істеген күнәларының кесірінен қайтта Алла тағала барлық күнәларын үшін қиыншылық берместен көбін кешеді делінген. Демек, өміріміздегі келеңсіздіктер мен қиыншылықтар көбінесе өзіміз жасаған күнәларымыздың нәтижесі. Ал күнәні тек тәубемен Аллаға мінәжат етіп, шынайы жалбарынумен жоя аламыз. Аллаға толықтай мойынсұнып, ішкі руханиятын түзелгенде қиыншылықтардың тыйылатыны Құраннан басқа аяттарында бар. Талақ сүресінде кімде-кім Аллаға тиісінше тағзым көрсетсе һәм қарсы келуден сақтанып, тақуалықты ұстанса, Алла оған тығырықтан шығатын жол ашып береді. Сондай-ақ ойламаған жерден ризық нәсіп етеді делінген. Нұх сүресінде Раббыларынан күнәларың үшін кешірім тілеңдер. Өйткені ол өте кешірімді. Кешірім тілеп, тәубе жасасаңдар, Алла сендерге аспаннан нөсерлетіп нұр жаудырады, һәм дүние мен бала-шағаларыңды молынан береді. Сондай-ақ сендер үшін бау-бақшаларыңды жайқалтып, өзендер ағызады делінген. Бір кісі Хасан Басри атты ғұламаға келіп, кедейлікке тап болғанын айтқанда, жаратқан иеңнен жасаған күнәларың үшін шынайы кешірім сұра деп жол көрсетеді. Тағы бір адам келіп ұрпақ сүйе алмай жүргенін жеткізгенде, шынайы тәубе етіп, Алладан кешірім сұра дейді. Енді бірі келіп еккен егіні бау-бақшасының қуаншылыққа тап болып, берекеден айырылғанына шағымданғанда тағы да Аллаға мінәжат қыл, тәубе ет дейді. Мұны көрген адамдар әлгі ғұламаға әртүрлі қиыншылықпен келген адамның бәріне бір ғана ақыл айттыңыз. Мұның сыры не? деп сұрағанда ғұлама өз ойымнан ештеңе айтқан жоқпын. Нұх сүресіндегі аятты келтірдім депті. Кешірім сұрап, тәубе ету үшін ең әуелі шынайы ниет керек. Жасаған қателік, кемшіліктеріне жүректе шынайы өкініш болуы керек. Кез келген тілде, қалаған сөзбен жалбарынып дұға етуге болады. Бастысы, жүректің түкпірінен, шын көңілден шықса болған. Күнәңіз басқа адамдарға қатысты болса, олардан кешірім сұрап, ризашылығын алуыңыз, ақысы болса қайтарып беруіңіз керек. Кешірім тілеп тәубе етуді ғұмырлық дағды ретінде қалыптастырып, үзбей жасаған жақсы.